Бұл ғасыр адамзаттың күпір мен азғындық атаулыға құшақ жайған заманы еді. Күштінің әлсізді қанауы шегіне жеткен бір уақыт болатын. Алла осынау тұманды сейілту үшін рақымдылығының дәлелі ретінде ұлы тұлғаны Әзірет Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам дүниеге жолдамақ болады. Әлем үлкен ізетпен өз сұлтанын тағатсыздана күтуде еді. Жаратылыстағы әрбір зат өзінің тән тілімен, әрекетімен теңдессіз тұлғаға қош келдің деуге дайындалып, жаттанып тұрды. Милади 571 жыл. Сәуір айының 20-сы. Раббуәл-әуәл айының 12-ші түні. Меккенің қарапайым отауларының бірі. Дүйсенбінің таңы атуға жақын сәресі уақыты болатын. Осы қарапайым ғана үйде құтты сәтте жалғанда жалғыз рет болатын қайталанбас керемет оқиға орын алды. Екі дүниенің сұлтаны Әзірет Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам дүние есігін ашты. Сол мезеттен бастап бүкіл әлем бұған дейінгі қайғы қасіретін ұмытып шаттыққа кенелді. Қараңғылық түндегі сыпырылып, айналаға нұр бөленді. Сол түні ерекше бір жұлдыз туды. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам туылған сәтте аспандағы ерекше жұлдыздың пайда болғандығын яһудилер де көрмей қалған жоқ еді. Меккеде бір яһуди тұратын. Алланың соңғы елшісі туылған күннің ертеңіне құрайыштықтарды жинап, бүгін руларыңда ұл бала дүниеге келді ме деп сұрады. Құрайыштықтар бір-біріне қарасып, білмейміз, естіген жоқпыз десті. Олай болса барып сұрастырыңдар. Бұл үмбеттің пайғамбары бүгін түнде дүниеге келді. Арқасында ерекше белгісі бар десті яһуди. Пайғамбар жарық дүниеге көзін ашқан сәттен терең ұйқы құшағында жатқан Иранның Мәдиян қаласының тұрғындары құлақ тұндырарлық тарсыл-гүрсілден оянды. Қала билеушісі, қала халқы да көшеге басып шықты. Кисраның зәулім сарайының 14 тірек бағаны өзінен өзі қирап, жермен жексен болды. Каабаның маңындағы пұттар да құлады. Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам туылған сәтте осынау ұлы оқиғаның күшіне төтеп бере алмай, қорғасынан құйылған пұттардың көбі құлап қирады. Мыңдаған жылдардан бері алаулап жанған мәжүсилердің тәңір деп санайтын, мәңгі өшпес деп есептеп келген алауы бір мезетте сөнді. Демек, дүние көзін ашқан ұлы тұлға пұтқа табынушылық сияқты отқа табынуды да жойып, жер жүзін тәухид сеніммен шоғландырмақ еді. Жер жүзінде бірде-бір анаға бұйырмаған ұлы құрмет иесі атанған әзиз ана Әмина бақытты сәтін былай деп баяндайды. Жүктіліктің 6-шы айында түсіне бір кісі келіп, «Ей Әмина, сен әлемге қайыр береке әкелетін сәбидің анасы боласың, атын Мұхаммед деп қойғайсың. Бұл құпияны ешкімге тіс жарып айтушы болма» деп ғайып болғандығын баяндайды. Мұхаммед арабшада мақтаулы дегенді білдіреді. Күйеуінің мезгілсіз қазасы Әмина анамызға ауыр соққы боп тиген еді. Босанар уақыты таяған сайын қобалжып, мазасы қашты. Сөйтіп жүргенде босанатын уақыты да келді. Қайынатасы Әбдүлмүтәліп Каабаны тауап етуге кеткен еді. Үйінде отырғанда құлағына біртүрлі бір дауыс жетті. Қорыққаннан не істерін білмей сасып қалады. Дәл сол сәтте бір ақ құс пайда болып, ұшып қасына келді де қанатымен арқасын қақты. Сол ақ екен, қорқынышын сейіліп сала берді.
Айналаға көз жүгірткен кезінде ақ кесемен ұсынылған шәрбатты көрді. Қолына алып ішті де, жаны мен тәні нұрға бөленгенін сезінді. Жеңіл толғақ бастала бастаған кезде, бізді сізге қызмет етсін деп жіберді деп бірнеше қор қызы үйге кіріп келді. Олар босанатын әйелдің керек жарақтарында алып келген екен. Олар Әмина анамызды ортаға алып, оп-оңай босандырып алды да, сәби дүниеге есігін ашқан сәттен бастап, үйдің іші нұрға толып, айналаға шұғыласын шаша бастады. Қараса, сәбидің еріндері жыбырлап сөйлеп жатыр екен. Бұл кезде Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам үмметім деп туа сала үмметінің қамын ойлап жылаған еді. Денесінен де жұпар иіс есіп тұратын. Осылайша әлемнің рахым нұры дүниеге келген еді. Оның дүниеге келуі Алла Тағаланың адам баласына жасаған ең үлкен қайырымдылығы және аса рахымдылығы болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әкесі Абдулла еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келмес бұрын дүние салған болатын. Атасы Әбдүл-Мутталиб сүйінші хабарды естіген бойда қуанышы қойнына сыймай үйіне қалай жеткенін аңғармады. Торсық шеке немересін құшағына ала салып, еміре аймалады да, шаранаға ат қою құрметі атасына берілген кезде атасы ойланбастан Мұхаммед болсын деді. Шынында да Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Алланың барша адамзаттың тіпті періштелердің де мақтауына ие болған бұл дүниедегі жалғыз адам. Өйткені ол осыншама мақтанға, марапатқа, құрметке лайықты жан еді. Мұншалық мадаққа терең иманы, Алланың жолындағы ынта ықыласы мен жоғары әсем де көркем мінез құлқы арқылы қол жеткізген болатын. Бұл мәселеде одан теңесетін ешкім болған емес, болмайды да. Адамзаттың асыл тәжі екі дүние пайғамбары, Алланың сүйіктісі Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам екендігі даусыз. Ол өзіне дейінгі бүкіл пайғамбарлардың жоғары қасиеттері мен ұлы жолын жалғастырушы, толықтырушы әрі тамамдаушы ретінде келді. Ол келмес бұрын дүниенің халі мүшкіл, адамзат өмірі түнекте болатын. Оның нұры күллі ғаламға сәуле боп төгілді. Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам келуімен көңілдерді пенделеген қараңғылық серпіліп, саналарды тұмшалаған тұман сейілді. Иман кәусарына қаныққандар жаратылыстың мәнін ұға бастады. Небәрі 23 жыл ішінде ол екі дүниеде өшпейтін, өлмейтін киелі мұра қалдырды. Арадан 14 ғасыр өтсе де, оның мирасын жүрек түкпірінде сақтаған, түрі мен тілі басқа 1,5 миллиардтаған астам үмбетінің қатары күннен күнге көбейе түсуінің барлығы оның айғағы. Әрбір адам өз бойынан табылуын қалайтын сабыр, ұстамдылық, қанағат, дарқандық, кішіпейілділік, батылдық сияқты көркем мінез құлықтарының барлығы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның керемет мінезінің қатарында болғанына күмәнсіз сенеміз. Біз бақытты ұрпақ екі дүние пайғамбары Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам үмбеті болуды нәсіп еткен Аллаға мыңда бір шүкірімізді айтып, пайғамбар жолынан адаспауды, оның шапағатына бөленуді тілейміз. Өйткені адамзат оны тануға мәжбүр. Назарларыңызға рахмет. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.